Армысыз құрметті көрермен. Эфирде анығын айтқанда бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Инга Иманбай. Бүгінгі эфирді бастамас бұрын сіздерден сұрайтынымыз барынша лайк басып, пікір жаза отырыңыз. Бұл шындықтың жүздеген мың халыққа тарауына, қалың бұқараның шындықты естуіне тікелей әсер етеді. Ел дауысы арнасына жазылуды да ұмытпаңыз. Атырауда жоғалған отбасыға қатысты құпия ашылып келе жатыр. Күні кеше Ішкі істер министрлігі сонау Индонезияның Ломбок аралында Сенару ауылында әлгі отбасының күйеу баласы Сұлтан Сәрсемалиев ұсталды. Жылдың басында Қазақстанды дүр сілкіндірген қылмыстың беті ашылуға аз қалды деп үміттенейік. Естеріңізге сала кетсек, Атырау облысының Жангелдин ауылында бір отбасы жоғалып кетті. Кейіннен отбасының үлкендері ерлі зайыпты Мақсұт Қарабалин мен Нәсіп Өтешқалиеваның мүрдесі өз үйлерінің алдында тұрған сарайынан табылды. Ал олардың ұлы мен қызы үшті-күйлі жоғалды. Тұрмыстағы тағы бір қызы мен оның күйеуі де жоғалып кеткен. Алайда ішкі істер органдары күдікті ретінде олардың күйеу баласын Сұлтан Сәрсемалиевті таныды. Оның қайда жүргені күні бүгінге дейін көпшілікке белгісіз еді. Енді міне, мәлім болғандай, құзырлы органдар оны Индонезиядан ұстады. Үшті-күйлі жоғалды делінген оның әйелі, әлгі отбасының қызы да соның жанынан табылды. Қазіргі таңда оларды Қазақстанға депортациялау мәселесі шешіліп жатыр. Біздіңше, бұл екеуін Қазақстанға депортациялау мәселесі ұзаққа созылмайды. Оларды ұстауға, елге әкелуге, тергеуге, тартуға толық негіз бар. Келген соң Сәрсемалиев болған жағдайды толық баяндайды деп ойлаймыз. Қалайда қылмыстың беті ашылады. Біз бұл жағдайға байланысты барлық хабарды назарымызда ұстап, барлық мәліметпен сізбен бөлісіп отырамыз. Ары қарай сөзімізді жалғайық. Назарбаевтар тағы да халықаралық дау-дамайдың ортасында қалды. Бұрыннан экс-диктатордың отбасы түрлі даулы жағдайларға ұрынып отыратын. Бірақ бұл жолғысы өзгеше. Бүкіл әлемді дүр сілкіндірген Эпштейн файлдарына да қатысып бар болып шықты Назарбаев айналасының. Ең алдымен Назарбаевтың есімі өзінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевпен қақтығыс бойынша аталады. Мәтінде Эпштейн Әлиевтің Назарбаевпен текетіресте Вашингтонның қолдауына ие болуға ұмтылғанын жазады. Оның мақсаты не ақш-та қауіпсіз баспана табу, не бизнесі тәркіленгеннен кейін жоғалтып алған отбасы мәлімдеген 2 миллиард долларды қайтаруға жәрдем алу болған. Қазақстан басшысы американдықтардың бұл дауға араласпайтынына және оның үкіметімен арадағы одақтастық қатынастарға нұқсан келтірмейтініне көз жеткізгісі келеді. Барак Обама әкімшілігі дәл осындай ұстанымда болды. Қазақстандағы бұрынғы елші құпия дипломатиялық жеделхаттардағы пікірлерінде бұл қақтығысқа араласуға сақтықпен қарайтынын ашық аңғартқан, деп жазды Эпштейн. Жария болған хат-хабарлардан белгілі болғандай, американдық дипломаттар Қазақстанның ішкі жанжалына араласпауға тырысқан. Қазақстандағы бұрынғы елші Ричард былай деген: екі тарап та, үкімет те, Әлиев те бізді өз мүдделеріне пайдалануға тырысады. Эпштейннің құжаттарында Қазақстан 400 рет аталатынын атап өткенде жөн. Оның бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысы Кәрім Мәсімовпен тығыз байланыста болғаны, әлдебір генералмен кездескені де белгілі болды. Қалай болғанда да Эпштейн Назарбаев айналасымен өте жақын қатынаста болып, қоян қолтық жұмыс дегені айқын байқалады. Эпштейннің кім екені қызық болса, кез келген азамат интернеттен ол туралы көп ақпарат таба алады. Оның аты немен мәшһүр болды? Эпштейн файлдары деген не?
Эпштейн файлдары деп бақта Эпштейн ісіне қатысты жарияланған сот құжаттары, куәгерлердің айғақтары, тергеу материалдары мен есімдер тізімі аталады. Олар бірнеше себеппен жаһандық резонанс туғызды. Біріншіден, жоғары лауазымды және танымал тұлғалардың аты аталды. Құжаттарда саясаткерлердің, миллиардерлердің, ханзада мен шоу-бизнес өкілдерінің есімдері кездеседі. Бұл қоғамда элита өкілдері жауапкершіліктен тыс қалды ма деген күмән тудырды. Екіншіден, кәмелетке толмағандарға қатысты ауыр айыптар Эпштейнге кәмелетке толмаған қыздарды жыныстық қанау және саудаға салу бойынша айыптар тағылған. Істің ауқымы мен ұзақ жылдар бойы жалғасуы қоғамды дүр сілкіндірді. Үшінші, күмәнді өлім. 2019 жылы Эпштейн түрмеде қайтыс болды. Ресми түрде бұл өз-өзіне қол салды деп танылды. Бірақ жағдайдың күмәнді тұстары көптеген қастандық теорияларын туғызды. Төртіншіден, құпиялық пен жабық шеңбер тақырыбы іс материалдарының бір бөлігі ұзақ уақыт құпия сақталды. Кейін сот шешімімен кейбір құжаттар жария етілгенде қоғам ашықтық пен әділдік мәселесін қызу талқылады. Бесінші, беделді адамдардың байланыстары. Мысалы, Эпштейннің байланыстары арасында Ұлыбританияның ханзадасы Эндрюдің аты аталады. Бұл халықаралық деңгейде үлкен медиа назарын аудартты. Ал енді бұл Эндрюдің Назарбаевтар отбасына тікелей қатысы барын еске салғымыз келеді. Назарбаевтың ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың екінші әйелі атанған Гога Ашкенази деген әйел бар. Әлемдік бақтың жазуынша Гоганың Тимур Құлыбаевтан 2 ұлы бар. Соның арқасында Ашкенази қыруар байлыққа ие болып, Ұлыбританияның корольдік отбасымен қарым-қатынас орнатты. Дәл осы ханзада Эндрюмен де Ашкеназидің тығыз қарым-қатынасы болды. Сол арқылы Назарбаевтың ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев британ ханзадасымен байланыс орнатып, оны Қазақстанға әкеліп, екеуі бірге саяхаттаған болатын. Тіпті Қарасай ауданында сақ моншасына апарып, Эндрюдің тамсанғаны сонша Назарбаевтың өзіне хабарласып, алғыс айтқан. Құлыбаев пен Эндрюді моншадан бөлек нәрседе байланыстырады. Тимур Құлыбаев британдық ханзада Эндрюден зәулім үйді 15 миллион фунт стерлингке сатып алған. Бұл сұралған бағадан 3 миллион фунтқа артық. BBC жүргізген тергеуде мәмілеге жұмсалған қаражаттың бір бөлігі бұған дейін халықаралық сыбайлас жемқорлық жанжалында аталған офшорлық компания арқылы түскені айтылады. Енді сол британдық ханзада істі болып, Британия полиция қызметкерлері оны бірнеше сағат тергеуге алған. Эндрю сауда өкілі болып қызмет етіп жүргенде мемлекеттік құпияны айтты деп күдіктенеді Британ құқық қорғау органдары. Сонымен бірге оның Эпштейнмен қатынасы болып, ол бір қызды азаптағанда соның жанында жүрді дегенде күдік бар. Бұған байланысты Ұлыбританияда үлкен шу көтеріліп, корольдің өзі құқық қорғау органдары заңға сәйкес әрекет етуі керек. Туысқанымды қорғамаймын деп мәлімдеме жасады. Қазіргі таңда король сарайы Эндрюді ханзада мәртебесінен айырып, оны қылмыстық жауапкершілікке тартуға мүмкіндік ашатын ойы бар екенін де жеткізді. Ал бұл уақытта Эндрюдің жақын досы Құлыбаевтың 2 ұлының анасы Гога Ашкенази Ұлыбританиядан кететінін мәлімдеді. Бақ миллиардер Тимур Құлыбаевтың бұрынғы көңілдесі деп атайтын, онымен 2 ортақ баласы бар танымал зайырлы орта өкілі Гаухар Ашкенази Ұлыбританиядағы салықтық резиденттігін Біріккен Араб Әмірлігіне ауыстырды. Бұл оның MMG Global Consulting Limited компаниясының қаржылық есебінен белгілі болды. Ашкенази Ұлыбританияның аумағынан кетуге шешім қабылдаған мыңдаған ауқатты британдықтардың қатарына қосылды.
Мұндай үрдіс лейбористік партия үкіметі салықтарды түбегейлі арттыру туралы жариялағаннан кейін күшейген. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, Гаухар Ашкеназидің Ұлыбританиядан кетуі елдегі салық жүктемесінің артуымен ғана емес, ханзада Эндрюдің Тимур Құлыбаевқа сатқан сарайына қатысты жанжалдың қайта өршуімен де байланысты болуы мүмкін. BBC қаңтар айында жариялаған зерттеуінде дәл Ашкенази ханзада Эндрюді Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевпен таныстырғаны айтылған. Кейін ханзада оған Саннин-Хилл парк сарайын сұралған бағадан бірнеше миллион фунтқа жоғары сомаға сатқан. Журналистердің жазуынша, осы жайт мәміленің ықтимал жемқорлық сипаты туралы күдікке негіз болған. Баға айырмасы сол кезде британ қазақ қоғамының қамқоршысы болған ханзадаға қосымша сыйақы ретінде қарастырылуы мүмкін деген болжам айтылған. Алайда Құлыбаевтың адвокаттары артық төлем поместьеге алдын ала келісім, бронь жасалуымен байланысты болғанын, ол кезде нысанға бірнеше үміткер болғанын мәлімдеді. Соған қарамастан, BBC материалы жарық көргеннен кейін ықпалды лейборист саясаткері үкіметте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағытын қадағалайтын Маргарет Ходж бұл мәміле тек парламент деңгейінде ғана емес, тиісті ұлттық органдар тарапынан да тексерілуі тиіс екенін айтты. Кеше құқық қорғау органдары ханзада Эндрюден жауап алды. Бірақ бұл басқа іс бойынша. Оның құпия құжаттарды Эпштейнге беруіне қатысты тергеу аясында жүргізілді. Ұлыбританияда күштік құрылымдардың корольдік әулеттен шеттетілгенімен, әлі де оның мүшесі саналатын тұлғаға қатысты мұндай әрекеті бұрын сонды болмаған жағдай деп бағаланды. Соған қарағанда, Гога Ашкеназидің Ұлыбританиядағы шатыры Эндрюдің жағдайы нашарлап, Құлыбаевтың нақсүйері ағылшын аралынан кетуді жөн санаған тәрізді. Бұл нені байқатады? Батыс демократиясы мен Қазақстандағы жағдайдың қаншалықты басқаша екенін көрсетеді. Эпштейнге қатысты дау туындап еді, ақш-та бұрынғы президент Клинтонды Конгресстегі тергеуге шақырып, онымен қандай қатынаста болғанын жан-жақты тексере бастады. Билл мен Хиллари Клинтондар барлық сұраққа жауапты ашық әрі жария түрде беруге даяр екенін мәлімдеді. Жасыратынымыз жоқ деп ашық айтты ақпарат құралына. Тіпті қазіргі ақш президенті Дональд Трампқа да ашық сұрақтар қоя бастады. Оның іс басындағы мемлекет басшысы ретінде қудалаудан иммунитеті бар. Бірақ соның өзінде Трамп журналистердің алдына шығып, көп мәрте Эпштейнмен қарым-қатынасы жағдайында сұрақтарға жауап беруге мәжбүр болды. Күні кеше Ұлыбританияның елшісін полиция тұтқындады. Дүйсенбі 23 ақпанда Британ полициясы Ұлыбританияның ақш-тағы бұрынғы елшісі Питер Манделсонды ұстады. Ол мемлекеттік қызметтегі тиіссіз әрекеттерге қатысты күдікке ілінген. Манделсон 2025 жылдың қыркүйегінде Эпштейнмен байланыстары үшін елші қызметінен босатылған. Эпштейн адам саудасы және оларды сексуалдық қанау мақсатында пайдалану айыптарымен айыпталған деп хабарлайды Медуза. Ақпан айының басында Манделсонның үйінде тінту жүргізілген. Полиция бұрынғы дипломат Ұлыбритания үкіметінің құпия ақпаратын Эпштейнге берді деген күдік келтірген. Манделсон лейбористік партия өкілі Блэр мен Гордон үкіметтерінде министр қызметін атқарған. Сондай-ақ Ұлыбритания атынан еврокомиссар болған. Ол 2024-25 жылдары елдің ақш-тағы елшісі қызметін атқарды. Ұлыбританияда премьер-министр Кир Стармердің негізгі кеңесшісі, оның аппарат басшысы Морган Максиуини қызметінен кетті. Отставкаға оның лорд Мандельсонды Ұлыбританияның ақш-тағы елшісі етіп тағайындаудағы рөлі себеп болған. Бұл шешім марқұм қаржыгер Эпштейнмен байланыстары белгілі болғанына қарамастан қабылданған. Эпштейн ісінің материалдарының жариялануы ақш-та және басқа елдерде қоғамдық пікірге әлі де әсер етіп отыр.
Питер Мандельсонды тағайындау туралы шешім қате болды. Бұл біздің партиямызға, елімізге және жалпы саясатқа деген сенімге нұқсан келтірді, деді Максуини. Ол лейбористер көшбасшысы әрі премьер-министр Стармерге Мандельсонды елші етіп тағайындауды дәл өзі ұсынғанын мойындап, жауапкершілікті өз мойнына алды. Ал енді қазбаласа Эпштейннен кем емес дауға қалатын фигуралар Қазақстанда да болды. Нұрсұлтан Назарбаевтың өзін алыңыз. Өзінің үшінші әйелі барын қызметтен кеткен соң кітап жазу арқылы мойындады. Оны мұсылмандық жолмен некемді қидырып алдым деп мәлімдеді. Бұл басқа емес, бұрынғы мемлекет басшысының сөзі. Назарбаевтың отбасылық өмірі туралы ақпарат құралдарында көптеген мәліметтер жарияланды бір кездері. Әсел Құрманбаева атты үшінші тоқалы барын, одан 2 ұлы дүниеге келгенін басылымдар жарыса жазды. Бірақ оның ешқайсысын мойындамады Назарбаев. Тек қана биліктен кетіп, дүние мүлкін заңдастырып, 2 ұлына бөліп беру үшін олардың бұл дүниеде бар екенін ашық мойындауына тура келді. Оның алдында Назарбаевпен көңіл жарастырып, экс-диктатордың тоқалы болған Гүлнар Рақышева есімді азаматша да аталады. Ол туралы да ақпарат құралдары ашық жазды. Ол Назарбаевпен бірге тұрған кезде көптеген бизнес нысандарға иелік еткені, тіпті басты әуе компаниясына басшылық жасағаны да айтылады. Міне, осы жағдайдың бірі үшін Назарбаев жауапқа тартылды ма? Енді оны қоя тұрайық. Қазақстанда заң бойынша бір некеде тұруға болады. Ал Назарбаевтың інісі марқұм Болат Әбішұлы 3 бірдей әйелмен заңды некеге тұрғаны мәлім болды. Осының өзі заң бұзушылық емес пе? Мұны заңдастырған қызметкерден бастап қылмыстық жауапкершілікке тартылуы керек еді. Одан бөлек, Болат Назарбаевтың ондаған әйелі болғаны да ашық айтылады ақпарат құралдарында. Тіпті соның бірі қазір әншілікпен айналысып жүрген азаматша Болат Назарбаевтың оған $100 мың тұратын сый жасағанын да ашық айтты. Бұл дүние мүлік оған қайдан келді? Онша ақшаны Болат Назарбаевқа кім ұстатты? Осының бірін тергеген адам бар ма? Сол сияқты 2010 жылы Қазақстанның сол кездегі сыртқы істер министрі қызметін атқарған Қанат Саудабаевтың дауға қалғанын еске алайық. Ататүріктің Саварона атты яхтасында кәмелеттік жасқа толмаған азаматшалармен қыдырып жүрген министрді түрік полициясы ұстайды. Қасында марқұм Машкевич те болған ақпарат құралдарының жазуынша. Саудабаев министр екенін айтып, әрең дегенде Түркиядан қашып құтылды сол тұста. Келген соң сол Саудабаевты біреу қылмыстық жауапкершілікке тартты ма? Мәжіліске шақырып, Түркияда масқара болып жатқаның не деп сұраққа алған депутат болды ма? Назарбаев оны қызметінен түсіріп, сол үшін жауапқа тартты ма? Тағы да жоқ. Сонда қалай? Батыс мемлекеттерінде ерсі қылығы үшін шенеунік міндетті түрде жауап береді. Керек болса жазаға тартылады. Ал Назарбаевтардың бір тал шашы түспей, емін еркін асыр салып жүреді. Егер жаңа Қазақстан билігі тергеу жүргізіп, Назарбаевтардың Эпштейнмен байланысын тексерсе, осының өзі оларды қылмыстық жазаға тартуға мүмкіндік беретін жағдай болмай ма? Егер ақш-тың территориясында қылмыс жасаса, онда сол жақта жауап береді бұлар. Демек, бұл да Назарбаевтарды тергеуге негіз болатын жағдай. Осыны қолға алатын кез жеткен жоқ па? Бүгінге айтарымыз осы. Келесі аптада жүздескенше, құрметті көрермен.